Сәлем достар, сіздермен Аз Аниме каналы. Қазір сіздермен Shippuden 2.0 Наруто бойынша альтернативті сюжеттің бірінші бөлімін бастаймыз. Бірінші бөлім Құм ауылының сырлары. Кеттік. Дейдара мен Сасори жасырын құмның ішінен Гаараны алып кетуге келді. Алайда, сол кезде оларды тоқтатуға тек Казекаге Гаара ғана емес, бүкіл ауыл кірісті. Сасори ауылдың ортасындағы көшелердің бірінде тұрды. Сасориді 10-15 шинобиден тұратын топ қоршап алып, алма-кезек шабуылдауға кірісті. Дегенмен, Сасори Хируконың құйрығымен барлық шабуылдарды оңай тойтарып отырды. Әзірше, ол өзі шабуылдауға кіріспеді. Сасори: мен әрдайым екінші болып шабуылдаймын. Сендер біткен соң, мен өз шабуылымды бастаймын. Дәл сол уақытта құм ауылының шинобилары биік ғимараттардың үстіне секіріп, үлкен свитоктардан үлкен кунай және сюрикен, жарылатын кунайлар ататын қаруларды призыв арқылы келтіріп, солардан Дейдараны көздеп атып жатты. Ұшатын веерлері бар шинобилер кунай мен сюрикеннің көптігінен аспанға ұша алмай қалды. Бірақ олар Сасориге жабылуды ұмытпады. Ал Дейдараның құсы бір сәт орнында тұра алмай, әрі-бері қашып ұшуына тура келді. Иә, бәрі дәл мен ойлағандай. Бес ұлы нацияның жасырын ауылымен шайқасу тіпті оңай емес. Тіпті біз С рангындағы нукениндар шалыс қимыл жасасақ, өлуіміз мүмкін, деді Дейдара. Сонан соң қапшығынан бір уыс өте майда бомбаларды алды да жерге қарай сеуіп жіберді. Қынал қар джутсуы, деді ол. Ол ұстаған өте майда бомбалар қардың формасында екен. Жерге 90-100 метр жақындағанда ол бомбалар адам денесімен бірдей болып үлкейді. Төбеге қараған адамға бұл керемет көрініс еді. Алайда, құм шинобилары бұл қар кейпіндегі бомба екенін ұғып, оларға кунай сюрикен лақтырып, жерге жеткізбей жара бастады. Бомбалардың көп бөлігін Гаара жерден құмды көтеріп өзі тоқтатты. Бұл әрекет оның чакрасының көп бөлігін тартып алды. Әлсіреген Гаара құмнан жасалған шардың ішіне кіріп, үшінші көз арқылы Дейдараны бақылауда ұстауға кірісті. Сол кезде шардың ішіндегі құмнан Дейдараның өрмекшілері шығып, жарып әкетті. Дейдара алыстан қарап тұрды. Ол Гаараның шар құмның жойылғанын көрді. Шаң басылған соң, ол Гаараның әлі де тірі екенін және оның жарты денесін Шоукаку басып алғанын көрді. Қап, мендегі баяндамада ол биджу күшін соңғы уақытта қолданбай жүр деп жазылған еді. Жарайды, бұл жоспарына көшейін. Дейдара кішкене қағазды алып, оны кішкене құсқа тістетті. Құс Гаараның қасына ұшып келіп, әлі өз есін сақтап тұрған Гаара қағазды қолына алды. Қағаздағыны оқыған сәтте-ақ Шоукаку жоғалып кетті. Гаара Дейдараға қарап, мұның шын ба? деп сұрады. Дейдара: әрине шын. Шын болмаса, өзің тексеріп көр, деді. Мен сендермен бірге баруға келісемін, деді Гаара. Бұл шешімің дұрыс, деді Дейдара. Сасоримен төбелеске қуыршақ қолданушылар келіп жетті. Ең басында Канкуро және Сайко Сасориді жеңуге тырысты. Сайко Канкуралардан бір жас үлкен еді, және ол Сасоридің Айкава атты қуыршағын қолданатын еді. Айкава Сасори құм ауылынан кетпей тұрып, ол жасаған ең мықты кукла деп есептелетін. Себебі оның құрылымы оны бұзуға ыңғайсыз, және ол қуыршақ үшін тым жылдам болып есептелетін. Ол адам қолдарына ұқсатып жасалған еді, және оны тайджутсу өнермен байланыстырғанға ыңғайлы еді. Соған қарамастан, Сасори Канкуро мен Сайконы тез жеңіп, екеуін де Хироко арқылы улап тастады. Сол кезде Сасоридің ауылда екенін Баки де естіді. Сасоридің ауылға келгенін қалайша ұқпадық? Ол да Акацки мүшесі ғой. Екінші Казекаге жасырып кеткен романтик үйін ашыңдар, деді Баки.
Екінші Казекаге қуыршақ басқарушысы болатын. Ол өз ауылына арнап романтик үйі деп аталатын үлкен үй пішінді қуыршақ дайындап кеткен болатын, өз ауылына қорған болу үшін. Ал ол өте алып қуыршақты басқаруға 10 шиноби керек еді. Романтик үйін басқаруға тек Анбу отрядынан шинобилар алынатын, ал қуыршақтың өзі қалың бетоннан тұрғызылып, сырты өтірік құммен сыланған, одан да алып ғимараттың ішінде жасырылып тұратын еді. Баки және басқа шинобилер сол ғимараттың кодталған құлпын ашуға тырысқанда кодтың өзгеріп кеткенін бірден ұқты. Баки-сама, біз жазған код дұрыс емес сияқты. Не? Бізге дейін кодты өзгертіп кетсе керек бір адам. Кім екені белгісіз. Әрине ол Сасори кодты өзгерткен. Біздің романтик үйін қолданатынымызды білген ғой. Бірақ романтик үйі туралы көп шиноби біле бермейді ғой. Сасоридің 1,5 жыл құмның Анбу отрядында болғанын ұмыттың ба? Жарайды. Сен екеуің бар да Гакусай, Ренган, Чио әжей, Даймацуларды тауып, оларды Сасори жаққа жібер. Ал сен шеуің менімен жүріңдер. Қазір сендерге құм ауылының шын жасырын қаруын көрсетемін, деді Баки. Олар Казекаге ғимаратының астына келіп, Баки жасырын тұрған, сыртында құлпы бар көп бір есікті ашты. Солай, олар кішігірім подвалға түсті. Подвалдың ең соңында үлкен қалың есік бар еді. Мына есікті ашқанда төмен қарай баспалдақ кетеді. Оның ұзындығы 300 метрдей. Баспалдақ аяқталған жерде жалғыз бөлмелі камера орналасқан. Камераның ішінде құм ауылының жасырын қаруы отыр. Бұл есікті негізі ашпағанымыз дұрыс еді. Алайда Сасоридің ауылға енді тек зияны тимесе, пайдасы тие қоймас. Сол үшін қолымызда тұрғанда оның көзін құрту керек. Олар үлкен есікті ашқан сәтте Баки, артқа секіріңдер!» деп бар күшін салып, есікті қайта жауып тастады. Сасори, сенің мұншалықты ақылды екеніңді мойындамаппыз. Кешір, тіпті жасырын қару тұрған жердің өзін улап, оған адам өткізбейтіндей қылдың. Сенің гениалдығың Учиха Итачиден кем емес екен. Алайда, қолымызда тұрғанда өкінішке қарай, сен өлесің, деді Баки. Гакусай, Ренган, Чио әжей, Даймацу Сасоридің қасына келіп жетті. Ол төртеуі құм ауылының бетке ұстар шинобилері мен қуыршақ өнерінің мықты мастерлері еді. Ал олар келіп жеткенше, Сасори оның қуыршақтарын қолданатын басқа шинобилерді оңай жеңіп, алдыңғы тұрған жерінен біраз алыстап кетіп еді. Гакусай алдыңғы уақыттарда Канкуроның қолындағы Карас, Каруори және Саншао қуыршақтарының көшірмесін қолданған болатын. Бірақ 5 жыл бұрын ол өзінің идеалды шиноби атты қуыршағын жасауды бастап кеткен еді. Сасори, сенімен шайқасқа түсу үлкен құрмет. Екеуміз құрдас болдық, бірақ сен үнемі алдымды орап кететінсің. 5 жыл бұрын мен де өз идеалды қуыршағымды жасауды бастадым. Оған жаңадан ашылған кевлар, жанбайтын резина, силикон, карбон сияқты материалдарды пайдаландым. Себебі қуыршағым максималды түрде тірі адамға ұқсасын дедім. Енді қара, бұл менің идеалды туындым. Қуыршақ Хатаке Какаши. Менің ойымша, Хатаке Какаши шын өмірдегі идеалды шинобидің көрінісі. Какаши қуыршағы Какашиден түрі алмайтын киборгқа ұқсайтын еді. Гакусай оны пайдаланып, Сасориға ауадан шабуыл жасады. Какаши қуыршағы жай қуыршақтардан әлде қайда жылдам және берік болып шықты. Және ол өз механизмдері арқылы Какашидің отты шар және су айдаһары джутсуларына ұқсайтын шабуылдар жасады. Одан бөлек Сасоридің артына өтіп, оны кунай сюрикен, үлкен сюрикенмен атқылады. Сасори, кешір, бірақ мен сенің ата-анаңның қуыршақтарын өз қаруым ретінде пайдаланамын, деді Ренган. Сөйтіп ол екі қуыршақ арқылы Сасориға шабуыл жасады. Ал сақтан балам деп Чио әжей де өз 11 қуыршағын шығарып Сасориге бірден лап қойғанда, Хируко сынып, Сасоридің шын бейнесі жұртқа мәлім болды. Алайда, жас шинобилерді таңғалдырмаса, Чио әжей мен Гакусай, Ренган,
Дайматсу сынды азулы джоуниндар Сасорины бетпе-бет танитын. Сасори енді амалсыздан 3-ші Казыкаге қуыршағын іске қосты. Үшінші Казыкагені қолданбағалы қай заман. Сунада мен кеткелі біраз мықты шинобилар пайда болыпты. Алайда менің деңгейіме жетуге әлі алыс. Сізге де соны айтам, Чио әжей, деді Сасори. Не? 3-ші Казыкаге ма? Деді Ренган. Қалайша? Деді Гакусай. Адам денесін. Сасори, мына қорлығың үшін әлі жауап бересің, деді Дайматсу. Тек Чио әжей үнсіз тұрды да, мен де өз қолымды қуыршақ элементіне айналдырдым, деді. Гакусайлар тағы да аң-таң қалды. Себебі Чио әжей өз қолын ешкімге көрсетпеген еді. Олар Сасориға жабылса да, оның қара құмын жеңе алмай жатты. Ал мынау 20 000 вольттан тұратын тоқ заряды Чидори мен Райкири техникаларынан да мықтырақ. Өл, Сасори, деді Гакусай. Алайда қара құм тоқ өткізбеді. Сол үшін Сасори аман қалды. Дайматсу ақырындап Сасориға өзінің қырғаяққа қарап жасалған қуыршақ арқылы шабуыл жасады. Алайда Сасори қара құмды жақсы қолдана алатыны соншалық, бұл шабуыл оған аса әсер ете қоймады. Дегенмен Дайматсудың басқа шабуылдары Сасориге 3-ші Казыкагенің басқа қарулар мен уларды қолдануына тура келді. Сол кезде барлық шинобилер Гаара өз құмы арқылы Дейдараның соңынан ілесіп бара жатқанын көрді. Құм шинобилары не дерін де, не істерін де білмей қалды. Сасори болса қара құм арқылы аспанға зигзаг жасап, соның үстімен Дейдараға қарай секіре жөнелді. Гаара сама не істеп жатыр? Бұл сатқындық па? Әлде гензюцу ма? Деп ақырын сыбырлап жатты. Жағдайды мүлде түсінбеген құм шинобилары. Сасори Даннаның өз кейпі басқаша екенін, оның қуыршаққа ұқсас қарудың ішінде отыратынын ішім сезбеді, деді Дейдара. Ол төмен қарай ұшып, Сасори оның құсына секіріп мінді. Оларды енді жерден ешкім атқыламады. Себебі бәрі Гаараның әрекеті таң қалдырған еді. Ең бірінші болып есін Баки жиды. Ол бір шинобиді оған тез микрофон алып келуге жұмсады. Микрофон 1-2 минуттың ішінде алып келінген соң ол сөйлеп тұрған ақсақалдар кеңесінің мүшесі Баки: құм шинобилары, естеріңді жинаңдар. 5-ші Казыкаге Гаара сама өз ауылын сататын адам емес. Бұл гензюцу. Акацки мүшесі жасаған гензюцу. Акацки Гаара саманы гензюцуға түсіргені үшін менің уақытша каге функцияларын орындауыма тура келеді. Мені тыңдаңдар және келесі тапсырмаларды орындауға көшіңдер. Біріншіден, кеше алдыңғы күндері демалыс алған шинобилерді табыңдар. Олар әлі тың. Сол шинобилардан бірден жазалаушы отряд құрып, Акацкінің артынан қуыңдар. Екіншіден, ауыл үшін түгел тінтіп шығыңдар. Себебі бүгінгі түн Акацкиден барлығын күтуге болатынын көрсетті. Үшіншіден, тексеруді аяқтаған соң қарапайым адамдарды өз үйлеріне қайтарыңдар. Төртіншіден, ауылдағы қорғанысты күшейтіңдер. Түні бойы рейд жүргізіңдер. Ал мен біздің жалғыз мықты әріптесіміз Танохадан көмек сұраймын және қазір миссияда жүрген шинобиларды ауылға тезірек келуін қамтамасыз етемін. Тапсырмаларды түсінсеңдер, бірден орындауға көшіңдер. Бакиның сөздерінен кейін бәріне жан кіргендей болып, олар өз міндеттерін орындауға бірден кірісіп кетті. Танохадан көмек сұрап, құм ауылының миссияда жүрген шинобиларына хатшы құстары арқылы хабарын жеткізген соң, Баки және ақсақалдар кеңесі ауыл үшін басқа шинобилермен бірге тінтуге кірісті. Бұл түнді бүкіл ауыл шинобилері ұйқысыз өткізуге бел буды. Юре қайда? Не бітіріп жүр? Деді Бакиның қасындағы жасы үлкен, сақалды ақсақалдар кеңесінің мүшесі. Білмеймін, одан кешеден бері хабар жоқ, деді Баки. Керек кезде жоғалғанын айтсаңшы. Гаараны Казыкаге қылуға ұсынғаным дұрыс шешім болды ма?
4-ші Казыкаге өлген соң ауылдағы билікті уақытша біз ақсақалдар кеңесі алдық. Алайда ауылдың мәртебесі біз басқарған 2 жыл ішінде төмен түсті. Ауыл экономикасы нашарлады және біздің шинобиларға түсетін тапсырыстар да азайып еді. Ал мен Гаараны Жинчурики Казыкаге болса, онда ауыл мәртебесі өседі деп ұсынған едім. Расымен ауыл мәртебесі Гаара Сама Казыкаге болған 1 жыл уақыт ішінде өсті. Тапсырыстар көбейді. Бірақ Гаараның бұл қылығы не? Шинобиларға бұл гендзюцу дегенімен істің шын мән жайында ешкім білмейді ғой. Сонда Гаараны Казыкаге қылу менің қателігім бе? Баки, бір істің байыбына барып алмастан, өзіңді не Гаараны кінәлау бұл қателік. Сәл сабыр сақтайық. Істің мән жайы толық ашылғанын күтейік. Жарайды, сіздікі дұрыс. Келесі күні ақ Каноха шинобилері құм ауылына жетіп үлгерді. Сол кезде ақсақалдар кеңесі кабинетінде Акацки шабуылына және оның салдарына байланысты баяндама оқылып жатқан еді. 5-ші Казыкаге Гаара Саманы Акацки алып кеткені бүкіл әлемге тез жайылып үлгерді. Бізге түсетін тапсырыстар 7%-ға, ал біз сататын металдардың бағасы 9%-ға түсті. Ауыл мәртебесі де, оның күші туралы адамдардың сенімі де азаятынын болжап отырмыз, деді баяндамашы. Сол кезде тағы да суық хабар келіп жетті. Ауылға жасырын кіретін жерді 90 шиноби бақылауда ұстайтын. Соларға сеніп, ол жерді бірден тексермеген едік. Алайда таңғы 5-те өткен тексеру кезінде ол жердегі барлық 90 шинобиді өлі күйде таптық. Олардың денесіндегі жара іздерін кеше түнде Қызыл құм Сасоримен төбелескен шинобилар алған жарақаттармен салыстырсақ, екеуі өте ұқсас болып шықты. Демек, ол 90 адамды өлтірген Қызыл құм Сасория. Акацкидің шабуылына төтеп береміз деп 135 шинобиден айырылдық. Тағы 62 шиноби жаралы күйде, 11 шиноби ауыр халде жатыр, деді екінші баяндамашы. Сакура Сасоридің уынан уланып, ауыр халде жатқан Канкуро, Сайко сияқты шинобиларға көмек беруге кірісіп кетті. Канохалық 7-ші команда мен Гайдың командасы Акацкині өкшелей қуып, Гаараны қолға түсіруге кірісіп кеткен еді. Артынан ол екі команданы Итачи мен Кисаманың жұбы күтіп алды. Ол шайқас жайлы барлықтарыңыз білесіздер. Ал енді мен сюжетке жаңадан қосқан кейіпкерлермен таныссақ. Сайко 17 жаста, яғни Гаарадан 1 жас үлкен, бойы 179 см, салмағы 67 кг, рангы генин. Сайко ақкөңіл, сөзшең адам, ол тек бүгінгі күнмен өмір сүреді. Оны шиноби рангтары, каге титулы қызықтырмайды. Ол тек өмірден және шиноби жұмысынан ләззат алғысы келеді. Сол үшін ең қиын әрі қызықты миссияларға сұранады. Бірақ Чунин тестіне барғысы келмегені үшін қиын миссиялар оған жиі түсе бермейді. Сайко қарапайым адамдар отбасынан шыққан. Ол анасы және әкесімен бірге өмір сүреді. Бос уақытында ол тайдзюцу өнерін шыңдағанды және Темаримен әңгіме дүкен құрғанды ұнатады. Темариді шын дос деп есептейді. Сайконың командасы және ұстазы жоқ. Құм ауылында мұндай жағдайлар жиі кездеседі және жас гениндерге кейде ұстаз тек 1 жылға ғана беріледі. Сайко шайқастарда екі қолға ұқсас Сасори жасаған Айкава қуыршағын пайдаланады. Айкава көбінесе жақын орта қашықтықта тайдзюцумен үйлестіргенге ыңғайлы қуыршақ. Айкаваны денеге жапсырып, оны тек бір қолмен басқаруға болады. Айкаваның ең мықты қаруы лазерлік кескіш деп аталады. Әдетте, Сайко бұл қаруды тек ең қиын сәттерде пайдаланады. Сайконың төбелес стилі жылдам, динамикалы, өз мінезіне сай. Ол ұзақ, созылыңқы шайқастарды және алыс қашықтықтан төбелесуді ұнатпайды. Сүйікті тағамы якинику, сүйікті түсі қоңыр, үлгі тұтатын шинобиі Баки. Гакусай 35 жаста. Ол кезінде Сасоримен бір командада болған.
Сасориге еліктеп, бала кезінде өз қуыршағын жасауға ұмтылады, бірақ жасай алмаған соң ол істі тастап кетеді. Үлкейген кезде ол Карас, Каруори және Саншаоның көшірмелерін қолданған. Алайда 5 жыл бұрын қайтсем де өз идеалды қуыршағымды жасаймын деп бел буады. Оның идеалды қуыршағы Хатаке Какаши деп аталады, және ол Хатаке Какашиға ұқсатып әдейі жасалған. Ол қуыршақ өте жылдам, мығым, әрі әртүрлі қарулардан бөлек шын Какаши қолданатын дзюциларға ұқсас шабуылдар жасай алады. Сасоримен болған төбелесте Какаши Хатаке қуыршағы өзінің өте мықты екенін көрсете алды. Гакусай бұл қуыршақты жасау үшін тіпті әр миссиядан соң арақ ішуді тоқтатқан. Себебі қуыршақ жасау өте көп уақытты талап еткен. Гакусай өмірде ақылды, сабырлы, тәтті тағам, кәмпит жегенді ұнататын адам. Ол өз ауылын өте жақсы көреді және ауылы үшін барлығына дайын. Гакусайдың өмірлік ұстанымы: егер жасағың келсе, тек жақсы іс жасауға тырыс. Оның бойы 173 см, салмағы 60 кг, ұнататын түсі сұр, ұнататын тағамы құлпынай дәмі бар йогурт. Рангі Джоунин. Омукада Даймацу 28 жаста, бойы 175 см, салмағы 61 кг. Ол да қуыршақ мастері. Рангі Джоунин. Арманы Каги атану. Өмірлік ұстанымы: өмір үйретуден жалықпас, ал сен үйренуден жалықпа. Ол бала кезде жасаған қырықаяқ қуыршағын төбелесте қолданады. Қуыршақ қырықаяқ деп аталады және ол осыншама уақыттан бері 6 рет модификациядан өткен. Даймацу көп сөйлемейтін адам. Ол жалғыз жұмыс жасағанды және қарсыласқа білдіртпей үнсіз шабуылдағанды ұнатады. Көп адамдар, тіпті басқа қуыршақ мастерлері де оның қуыршағын қорқынышты деп есептейді. Алайда Даймацу қуыршақ ең бастысы соғыс қаруы ретінде тиімді болуы керек, қалғаны маңызды емес деп ойлайды. Сасори құм ауылынан кеткеннен кейін көпшілік Даймацуды ауылдағы ең мықты қуыршақ мастері деп атай бастады. Себебі қауіпті қырғаяқтан бөлек ол екінші Казыкаге кезінде қолданған екі алып, биіктіктері 3,5 метр. Куцо мен Фуцо темір мен они тіршілік иелерін қосып жасалған тірі қуыршақтарға ие. Көп сөйлемейтін болса да, Даймацу өзі өте сөзшең әйелге үйленген. Оның 2 ұлы бар, ал сүйікті тағамы тауық еті қосылған рамен. Сүйікті түсі ақ. Үлгі тұтар шинобиі екінші Казыкаге. Ренган 35 жаста, бойы 185 см, салмағы 87 кг. Рангі ерекше қызметтегі Джоунин. Хибики мен Фурута үшеуі бір командада болған. Сасоримен жасты. Екінші Казыкагенің мықты қуыршақтарының бірі Канекидоны қолданады. Өте мықты әрі айлакер шиноби. Өз жеңісі үшін еш нәрседен аянбайды. Төбелескенді ұнатады және нукениндерді ерекше жақтыртпайды. Себебі оның әкесі Нукенин Ренганды және анасын Ренган 6 жаста болғанда тастап кеткен болатын. Өзін ең мықты шинобилардың бірі деп есептейді. Өмірде әзілкеш, жаңалықтарға дайын адам. Ұнататын түсі қызыл, ұнататын тағамы карри. Үлгі тұтар шинобиі Саламандра Ханзо. Бұл бүгінгі кейіпкерлер жайлы қысқаша мәлімет болды. Осы арқылы сіздер жасырын құм ауылында да мықты не орташа деңгейлі шинобилар бар екенін ұқтыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Аз Аниме каналы осы ұзақ текстті оқыған, көп жерінде қателескен десек те болады. Видео ұнаса лайк пен тіркелу. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.